Жекен Жұмақанов, почтальондар. Түрімен түсін айтпасақ та, бұл адам сізге әбден таныс. Қанатымен жаздың жылылығын әкелетін дәл бір жыл құсы сияқты. Ол сіздің үйге қуаныш пен сүйінші, жақсылық пен жаңалық әкеледі. Жыл құсы жылында бір келеді, ал бұл күн сайын келіп есігіңді қағады. Жай қақпайды. Осынау жақтан кең дүниенің бір өңірінде сенің де бар екеніңді, бір ғана емес шартараппен байланысып жатқан азамат екеніңді әлемге әйгілеп, фамилияңды айтып айқайлап жарсала қағады. Бұл кім? Өзіңізде сезіп отырған боларсыз. Ол почтальон. Почтальонның қолынан хат пен телеграмма аламын, газет пен журнал аламын. Бар болғаны осы ғана деп түсінетін едім мен. Алматыда 17-ші линияның бойында тұратын бір анадан егіз туған, түрлері де, бойлары да бір-бірінен айырғысыз екі почтальон Владимир мен Василий Луковтар бар. Солармен әңгімелескеннен кейін почтальон жөніндегі менің түсінігімде ресми тар шеңберден шығып, азаматтық кең арнаға түскендей болды. Қайыс баулы былғары қап көтерген осынау бір кішкене адамның кеудесінде самалда есіп тұрған адамшылықтың ағынды тынысы, соғып тұрған үлкен жүрек барын аңғардым. Егіздің сыңары Владимир Кириллович Луковтың нөмірі 18-ші почта бөлімінде хаттасушы болып істегеніне 20 жыл болады. Міне, ол бұл жолы да почта бөлімінен шығып, кезекті сапарына аттанды. Жорыққа аттанған солдаттай тас түйін жез тиектермен көмкерілген былғары қабы толған газет, журнал, хатқа бар. Өкшесі 9-шы линия, беті 6-шы линия. Бұл екі арада вагон жөндейтін завод үйлері жапа тармағай ақ шағаладай болып жамырап жатыр. Почтальонды ойнап жүрген балалар алыстан көреді. Володя ағай келеді, десіп оның маңына жиналсады. Аға, хат бар ма? Володя аға, біздің үйге телеграмма жоқ па? Мурзилка журналын әкелдіңіз бе? Владимир Кирилловичтің әкелген байғасысы да, базарлығы да көп. Міне журнал, міне газет, міне хат. Ал мына бір телеграмманы жәшікке тастай салуға, балалардың қолына бере салуға болмайды. Жауапты нәрсе, иесіне қолма-қол тапсыру керек. Ол үшін қара жарғақпен қапталған есікке кіруі керек. Бірақ есік маңдайында мұнда қабаған ит бар деген айбарлы жазу тұр. Бөгде адамдар күнілгері алыстан ескерту жасамай, дауыстап иесін шақырмай, бұл есіктің тұтқасына қол тигізе алмайды. Ал Владимир Кирилловиче, мұның жүрегі мүйізбе дерсің. Сескенер ыңғайы да жоқ. Көк шыны тұтқаны емін-еркін өзіне қарай тартты да, бөл кетпестен ішке қарай кіріп кетті. Жұнттай семіз, оқтаудай жұмыр, қамыз құлақ, сұр овчарка есік ашылғанда атып тұрды. Бірақ кірген адам бөтен емес. Өзіне кәнігі почтальон екенін сезінген Жорик, өзінің оқыс атып тұрғанына ұялып қалған жанша құйрығын бұлдаңдата түсті де дөңгелем жата кетті. Төргі бөлмеден аяғында жұмсақ табан киіз кебісі бар, ұзын шұбар халат киген егде әйел шықты. Ол мамырлап басып почтальонның қасына келді. Сізге телеграмма, Мария Васильевна, Калининградтан. Коля, келе жатыр екен ғой, пәде, рахмет, деп Мария Васильевна қатты қуанып кетті. Телеграмманы алғандығы үшін бір жағы қағазға қолында қойып, екінші жағы өзіне жылы болып кеткен осынау жирен шаш, шығыр көз, сары жігіттің үй ішінің амандығында сұрастырып жатыр. Викторияң мен Сашаның дендері сау ма? Қалай оқиды? Рахмет апа, денсаулықтары жақсы. Виктор аздап еркелеу, жаман оқымайды. Келін жұмысқа орналасты ма? Әні-міні орналасқалы жүр. Кемпірді бұл жолы қуантып кеттім, дейді ол туралы әңгімесінде Владимир Кириллович. Қуанбасын ба, немересі Николай Смохин әскер қатарынан келе жатыр. Владимир Кириллович, сенің сумкан толған қуаныш қой, дейміз біз. Жоқ, дейді ол қабағын түйіп. Ылғи қуанышта болада бермейді. Қапқа салып, қайғы мен қасірет көтеретінде кезіміз болады. Қойыңыз солай ма? Не қоятыны бар, солай. Әлгі айтқан Мария Васильевнаның бұл жолы қуанышы қойнына симағандай болып қалды ғой. Осы менің у жұтқызып, опық жегізіп, жылатып кеткен кезімде болған. Мұны айтқанда сол бір қайғылы шақты есіне түсіріп, почтальонның түрі тұнжырай түседі. Маңдайындағы болымсыз әжімі тереңдей қалған сияқтанады.
Соғыс жылдары әсіресе поштальондар үшін қиын соқты ғой, деп күрсініп алды да әңгімесін жалғай береді. Майданда қаза болғандарды естіртіп жазған қара қағазды үй-үйге поштальондар жеткізеді. Ондай қара ала қағазды бірі мағанда келген. Панфиловшылар дивизиясында болған менің ағам, сержант Дмитрий Луков, Москва түбіндегі соғыста 1941 жылдың ызғарлы күзінде қаза болды. Бір күні әлгі Мария Васильевнаның атына да дивизияның саяси бөлімінен ашық бланкіге жазылған қара қағаз келді. Оқып көрдім. Аса қымбатты, ардақты анамыз Мария Васильевна. Сіздің балаңыз Анатолий Самохин отанның тәуелсіздігі мен бостандығы жолындағы ұрыста ерлікпен құрбан болды, деп бастапты. Сол хатты қалай тапсырудың амалын таппай мен көп қиналдым. Оның үйі Шарбақтың ішінде, 5-ші пәтер. Ол пәтерге соқпай әрі өтіп кеттім, бері өтіп кеттім. Ақыры не керек, бір көшені аралауды бітіріп болған соң, тәуекел, не де болса хатты тапсырайын деген ойға бел байлап жетіп келсем, Мария Васильевна бұл жолы Шарбақ ішінде тауықтарына жем шашып тұр екен. Керуін келгенмен қара сумкадан қара қағаз хатты суырып алып ұстата қоюға дәтім жетпеді. Сол жолы сумканың ішінде улы жылан жатқандай болып көрінген еді. Ақыры хатты берудің қисынын таппай, басқа үйлерге таман тағы да ойысып бара жатыр едім. Мария Васильевна артымнан дауыстады. Ау, поштальон, сен неге келдің, неге кеттің, дегені ғой. Жай әшейін. Даңғыл ана баласының жайынан өзі де қатты қауіптенетін болу керек. Маған күдіктене қарады. Поштальон жайдан жай қораға кірмес болар. Хат бар ма? Жасырып жүрген сұмдығың бар ма? Деп бастырмалатып барады. Жерді төбемнен басқандай болып, бір орында тұра алмадым. Бар десем, пәле бастаймын. Жоқ десем, өтірік айтамын. Менің түр кескініме, ыңғайыма телмере қарап, Мария Васильевна тұрып қалыпты. Жүзіне тура қарауға шыдар емеспін. Қызмет міндетінің шеңберіне қарасам, мен хат тасушымын да, мына тұрған әйел небәрі адресат хатталушы. Бірақ қызмет міндетінен басқа азаматтық борышта бар ғой. Мені осы борыш тұрғысынан қарасам, мен хат тасушы ғана емес, мен де мұның баласы, ол да адресат қана емес, ізгі жүректі ана. Үнсіз тұра бере алмадым. Анадай жерде жатқан шірік бөрененің үстіне кесіліп түскен ағаштай құлап отыра кеттім де, қара сумкадан тілдей қарала қатты суырдым. Қағаздың көлемі тілдей, ауырлығы зілдей. Басымды көтерсем, бөрене үстінде Мария Васильевна да отырып қалыпты. Сұмдыққа бар әкелгенімді хатты көрмей тұрып-ақ сезіпті. Омырауына жасын төгіп, солқ-солқ жылап отыр екен. Көңілім сол арада морт басып кеткені ғой. Қосыла жыладым. Хатты бердім. Көңіл айттым. Міне, сол Мария Васильевна қазірде де жан тартып тұрады. Барған сайын менің де бала-шағамның жай жапсарын сұрап жатады. Калининградтан келе жатқан немересі сол Анатолийдің жалғыз ұлы Коля ғой. Поштальон дегендер бұл хат тасушылар, қызық адамдар, өздері халықпен араласып жатады. Кейде бір бөгде семьяның басына түскен ыстық суығына сырттай қоса күйіп, қоса тынып жүретін кездерде болады, дейді Владимир Кириллович күле сөйлеп. Тағы да бір ыстыққа күйгеніңді айтып жібер, дейміз біз оған. Жоқ, жетер енді, дейді ол. Енді қалғаның менің егізім Василийден тыңдаңдар. Ол да поштальон. Нөмірлі 15-ші пошта бөлімінде істейді. Бұл 20 жылдың бойында ол да талай хикаяның куәсі болып келеді. Қуаныштың да, реніштің де. Василий Кирилловичтің өңі мынадай еді деп, оның портретін даралап сипаттаудың қажеті жоқ. Владимир Кирилловичті көр де мұны көр. Василий Кириллович жұбайы телеграфистка Раиса Денисованы ертіп, екеуі таза киініп, үйден шығып келе жатыр екен. Бақша ішінде бетпе-бет келдік. Ау, қайда тарттыңыздар, деді Владимир оларға. Мына кісілер әңгіме сұрайды. Сұраса айтамыз, тойға кешігіп-ақ барамыз. Кімнің тойы? Деп Владимир Кириллович таң-тамаша болды. Оның таң-тамаша болатын себебі
Тек жат ағайындас адамдардың тойы болса, онда мұның өзі де шақырылған болар еді. Сен білмейсің, деді оған Василий Кириллович. Той жасаған менің адресатым Ғалия Атығаева. Ол кім еді, деп сұрадық. Сіздерге қалай айтуға болады, деп Василий қысылып қалды. Не болғаны адресат қана. Менен хат, газет, телеграмма алып тұратындардың бірі. Ал тойына шақырып болмай қойды. Бір емес 3 рет өтінді. Оның да мәнісі бар. Мәнісі не? Апырай, неткен сөз қуар едіңіздер. Раиса кішкене аялдашы. Мен бүгінгі тойға баратынымыздың мәнісін мына кісілерге айтып берейін, деді де Василий бізге бақша ішіндегі орындықты нұсқады. Біз отырып жайласқан соң әңгімесін жалғады. Ғалия Атығаева 8-ші линияда тұрады. Көздері қарақаттай, қастары қиылған қараторы сұлудың өзі. Уәдеден үлкен не бар? Ғалияның сөз байласқан жігіті болатын, Жүніс Мурзин. Сол жігіт оқуын бітірген соң Талдықорған жаққа кеткенді. Бастапқыда Жүністің хаты үзбей келіп тұрды. Келген хатты мен Ғалияға жеткізіп тұрдым. Күн сайын 8 бен 9-ның арасында Ғалия хат күтіп, сыртта сатының үстінде тұрады. Маған алыстан дауыстап, хат бар ма деп сұрайды. Бар десем, сатыдан секіріп түсіп, киіктің лағындай ойнақ салып, жоқ десем, суыққа бүріскен гүлдей томсыра қалады. Хат ұсынғанымда қолымнан іліп әкетіп, конвертті кез келген жерінен бірден жыртып, сол жерде тұрып, асыға да, ынтыға да оқи жөнеледі. Күнде болмағанымен де, берісі 5, күнде әрі кеткенде 7-сіне хат жазып, Ғалияны да, оған қоса мені де қуантып тұратын еді. Содан кейін Жүніс 3-ті күйлі хат жазбай кетті. Балдай батып, судай сіңіп, хабар бермей қойды. Күн сайын Ғалия гүлдей болып саты үстінде тұрады. Менің үндемей өте бергенімді көріп қатты күйзеледі. Майысқан балғын гүл сола түскен сияқтанады. Іштей мен де қатты күйзелемін. Кей-кейде үнсіз кеткен Жүніске ішімнен лағнет жаудырамын. Жігіт емессің, осындай қыздың жаудыратып алдап кеткенің, деп өз-өзіммен жұдырығымды түйемін. Ғалия болса жүдеп кетті. Саты үстінде тұрған оның қарасын көрген бойда құр алақан келе жатқан, өзімді өзім қайда қоярға білмеймін. Кей-кейде басқа жаққа бұрыла жөнелсем, Ғалия артымнан қуып келеді. Немесе маған хат жоқ па, деп майысып тұрғаны. Жоқ деуге тілім бармай, иек қағып амандасамын да, тұнжыраған бойы өте беремін. Содан кейін сөйтіп жүргенде бір күні телеграмма жалт ете қалды. Ғалия Атығаеваға келе жатырмын. Күтіп ал, хат жазғанмын. Хат жазбағанымның мәнісін барған соң айтармын. Сүйемін, Жүніс деп жазыпты. Ғалиянкіне жеткенше құстай ұшып, құйындай төпедім. Күнде жақын сияқты көрінген оның үйі бұл жолы алыстап кеткен сияқтанды. Ақыры жеттім ау. Саты үстінде тұрған Ғалия алыстан мені көріп, бар ма? Деп нәзік үнмен сұрақ қойды. Мен жауап берудің орнына әуелі маяктай ағараңдатып телеграмманы жоғары көтердім. Содан кейін ғана сүйінші, өзі келе жатыр дедім. Ғалияның телеграмманы алғандағы түрін көрсеңіз. Қыздар да сонша ақтарыла қуанады екен ау. Ішкі тұрмыстарында нем бар? Ұзақ хат жазбай кеткен мәнісін Жүністен білген емеспін. Міне, мына Раиса екеуміздің бара жатқанымыз сол Ғалия мен Жүністің үйлену тойы еді. Болмайды, тіпті сіз бірге күйініп, бірге қуандыңыз. Біздің тойымыздың ішінде болыңыз деп Ғалия Атығаева өтіне берген соң кетіп бара жатырмыз. Барыңдар, тойға тойлассын, дедік біз. Жігіттер той бола қалса, өздеріңе хат тасушы, қуаныш жеткізуші почтальонды ұмытпаңдар. Жыл құсы жылында бір келеді. Почтальон күн сайын келіп есігіңді қағады. Жай келмейді. Қуаныш лепес сүйінші хабар ала келеді.